Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін капуста тұздаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен капустамызды жуып, тазалап, осындай менде үлкен капуста. Осы бір капуста 4 килограмм тартты. 4 үлкен бөлікке бөліп алып, артынан осындай үлкен кубиктерге бөлдім. Капустаны бірден жеуге дайын болатындай қылып бөліп алдық. Менде осындай 10 литрлік кастрюль. Сол ыдысқа барлық тураған капустамызды сала береміз. Міне осындай бөліктерге бөліп алыңыздар. Кастрюльді көріп отырсыздар, бетіне дейін толды. Енді майдалап туралған қызылшамызды саламыз. Менде 2 орташа қызылша, 1 үлкен сәбізімізді саламыз, майдалап туралған. 1 бас чесногымызды саламыз. 2 ащы бұрышты саламыз. Енді рассолымызды дайындаймыз. Ол үшін 1,5 литр суға 6 ас қасық тұз салдым. 4 ас қасық құм шекер саламыз. 50 мл сұйық май, 50 мл 9%-лық уксус құямыз. Және де оны жақсылап қайнатамыз. Қайнаған рассолымызды бағанағы дайын тұрған кастрюльдің бетіне ыстықтай құямыз. Және де кастрюліміздің бетін ыңғайлы осындай ыдыспен жауып, тарелка менде үстіне ауыр жүкпен бастырып қоямыз. Менде 3 литрлік компот. Бір тәулік тұрды. Міне қараңыздар, кастрюльдің ернегі қалай төмен түскенін. Алдында капуста бетпе-бет болып тұрды. Міне остырғанда бір шама төмен түсіп кеткен. Капустамызды қарасаңыздар, цветі өзгерген. Қызылшамыздың бояуына боялып. Капусталарыңызды салқын жерде сақтап, жей берсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.